Баршаға сәлем. Сіздермен алтынай, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін осындай кешкі асқа керемет призол жасайтын боламыз. Қасына гарнирге күріш міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай және де тез жасалынады. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ал бірге жасайық. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Ең алдымен біз ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, үстіне дәміне қарай укроп немесе осындай көкпияз қолдансаңыздар болады. Мен осылай көкпияз салдым және де тартылған ет салдым, яғни фарш. Осылай барлығын жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз салдым. Осылай тұз салып, қызып тұрған табамызда біріншісін жақсылап осылай пісіріп аламыз. Табаға салғаннан кейін шанышқының көмегімен осылай бір тегістетіп жайып аламыз. Сосын кішкене астын баяу отта пісіріп, келесі бетін ауыстырып, келесі бетінде жақсылап қызартып пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде баяу отта пісіреміз, өйткені біздің жұмыртқамыз қатты отта күйіп кетуі мүмкін. Ал етіміз піспей қалуы мүмкін. Сол себепті баяу отта екі шетін қызартып, жақсылап осылай пісіріп алатын боламыз. Одан кейін бұл піскенді тәуекеге алып, осылай ыстықтай орап аламыз. Сосын келесін салып, келесін дәл осылай пісіріп аласыздар. Әр пісірген сайын жеке-жеке бір жұмыртқа, сосын фаршын салып, жеке-жеке дайындап пісірсек, біздің бризолдарымыз өте керемет болып шығады. Сол себепті жеке-жеке жасап аламыз. Осылай бризолдарымыз пісіріп болғаннан кейін гарниріне күрішті пісіреміз. Осылай баяу отта бірінші күрішімізді жақсылап жуып алып, үстіне май құйып, жақсылап қуырып аламыз. 2 минуттай қуырып алғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұз салып, сосын су құятын боламыз. Су құйып, баяу отта кемінде 15 минутта жақсылап пісіріп аламыз. Піскенше бетін ашпаңыздар, су мөлшерін жақсы құйсаңыздар, сіздердің күріштеріңіз шашыраңқы, керемет болып піседі. Суын көп қойып жіберсеңіздер, жабысып дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде суын мөлшермен құйып, алдымен қуырып алуды ұмытпаңыздар. Мен өзіме керекті бризолдардың барлығын пісіріп алдым. Енді күрішіміз де дайын болды. Осылай күрішіміз жабыспай керемет болып пісіп шықты. Осылай тәрелкеге 2 бризолымызды орналастырамыз. Сосын арнайы формамен немесе кесеге или пиалаға салып, күрішімізді үстінен жақсылап таптап, одан кейін тәрелкемізге жақсылап қойып аламыз. Мінекей өз формасын керемет ұстады. Күрішіміз өте керемет болып пісті. Енді мен әсемдікке помидорды қолданып, осылай сәндеп шықтым. Үстіне майонез, кетчупты сеуіп, осылай дастарханға ұсындым. Өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер де болады.
Мінекей қыздар, менің бризолдарым өте керемет болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіз. Өте керемет ас, жасалу жолы өте оңай. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Рецепт ұнаса сақтап, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Менің YouTube парақшама тіркеліп, қолдап, пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Алтынай.